Оралхан Бөкей, бармысың махаббат. Жарық жанғанда сахнаға жасы 30-дан асқан журналист жігіт шығады. Журналист: ал халайық, менің есімім Жан, мамандығым журналист. Газеттің тапсырмасымен туған республикамызда бармаған жерім, баспаған тауым жоқ. Әр адам жаңа бір әлем секілді. Жолға шыққан сайын сан түрлі кісілермен кездесіп, алуан түрлі тағдырлардың куәсі болып қайтамын. Мен солардың ішіндегі ең бір есімде қалған 3 хикаяны баяндап берсем деймін. Үшеуі бірдей махаббат жайлы. Я, тағы да махаббат. Адамзатпен бірге жаратылып, адамзатпен бірге өлетін мәңгі тақырып ұлы махаббат туралы миллион рет жазылған шығар, бірақ ол аз. Жер бетінде 4 миллиардтан астам адам болса, жердің астында қаншасы? Солардың әр қайсысында өзінің дара махаббаты бар екен. Ең әуелгі өлуге бақыт керек пе? Журналист көрермендердің ортасына барып отырадым. Түн. Сахна түпкірінен ресторан терезесі және онда жүріп жатқан үлкен той байқалады. Сол түнгі үлкен терезеден бірін-бірі сүйген, бокалдарын соғыстырған үлкен кіші бейнелер көрінеді. Бұл жақта кандидаттық диссертациясын ойдағыдай қорғаған қанның атына арналған мақтау сөздер естіліп тұрады. Дауыстар: мұндай керемет банкет туғалы көргенім осы. Докторлық диссертация қорғағандар да дәл осылай ағыл-тегіл шашылмаған шығар. Өйткені қанның бұл еңбегі дап-дайын докторлық диссертация ғой. Общем, талантты жігіт. Екі аяқты тірі кітап қой біздің інішек. Осындай жерлесіңнің барлығына қуанасың. Құдайға шүкір, біздің жақтан да кейінгі іні қарындастар пана болар аяулы жігіт өсіп шықты. Біз қартайдық қой. Енді солар қамқорлық жасасын. Жерсіл болмасаң, жетім қаласың. Қанның мұндай атаққа ие болуы бір өзеннен су ішкен ағасы Жағрапияның арқасы.